ата әбзелдерін қалай қалпына келтіресіз? Қалпына келтіріп болғанда бұл жерде мына тұра қайыстан жасайды ғой, қайыстан жасағанда мына қатып кетеді. Сондықтан оны шешкен кезде, қолданған кезде олар уақыттың өте келе жаңағыдай сынғыш болып келеді, ағаш қайнап кетеді. Сол себептен бұл қайысты майлау керек. Оны жылқының майымен майлаймыз, кептіріп бір-екі күн тұрады, содан кейін барып жіпсейді. Жіпсегеннен кейін мынаны тазартып алып, қайтадан қалпына келтіріп, осылай береді. Халқымыз қалай жасады, сондай дәстүрмен халыққа жеткізу керек те. Қазір бүгінгі таңда мысалға жаңа материалдар, құралдар көп қой, дегенмен де ұлтты жалғаудың да өзінің әдістері бар. Енді бұл жаңағы кәсіби құпия деуге болады. Және де кәдімгі бұрынғы осындай қайыс тіліп, қайыспен орау арқылы соны бекітеді. Ағаштарды өзара қайыспен бекіттіңіз ба? Ол бекіткенде біріне-бір арнайы арасына желім жағылады. Сосын оның өзінің жанама кесу деген әдісі бар. Жанама кесу арқылы бекітіп, сосын қайыспен осылай бекітеді. Киіз үйдегі жабдықтардың барлығы осы музей қорындағы тарихи жәдігерлер. Енді мысалға осындай мысалға реставраторға не үшін хабарласады? Мысалға осындай жәдігерлер көрме барысында бір сынып келеді. Мысалға шеті краскасы түсіп қалады, немесе топсалар түсіп қалады. Мысалға қайыс баулары жүріп қалады. Біз солардың барлығын қалпына келтіреміз. Сосын мынадай жаңағы тері бұйымдарды бұл тұра қатып қалмас үшін жаңағыдай майлау тәсілдерін жүргіземіз. Тері бұйымдарын тек жаңағы жылқының майымен майлай ма? Тағы да қолданатын несі бар, сұйықтықтар бар қазіргі таңда, заманауи. Бірақ негізінен жылқының майы жақсы. Табиғи, халқымыздан жеткен, ата-бабамыздан қалған мұра еткен